Ассаляму алейкум, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай ауызашарға дайындап көріңізге болатын өте дәмді десерттің бірі, яғни шоколадты құрманың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Бізге ең алдымен осындай құрмамыз қажет болады. Одан кейін мен екі түрлі шоколад түрін қолдандым. Және де кішкентай капкейктің қағазы және де кондитерлік мешогымыз қажет болады. Ең алдымен құрмамызды жуып тазалап құрғатып аламыз. Мен бірдей көлемде құрманы пайдаландым. Одан кейін осылай құрманы ортасынан бөліп, сүйегін ішінен алып тастайтын боламыз. Яғни барлық құрманы солай тазалап аламыз және де орнына келтіріп осылай домалақтап жауып қоятын боламыз. Шоколадымызды мен микроволновкаға ертіп алдым. Одан кейін құрманы осылай ішіне салып, шоколадқа жақсылап аунатып аламыз. Осындай сетка қолданатын болсаңыздар, яғни артық шоколадтарыңыз астына ағып кететін болады. Барлық финикиларымызды шоколадқа аунатып алғаннан кейін осылай басқа шоколад түрін ертіп алып, осылай бетіне әсемдеп шығатын боламыз. Құрмаларымызды, яғни холодильникке бір жарты сағат көлеміне қойсаңыздар, жақсылап осылай біркелкі қататын болады. Міне құрмаларымыз дайын болды. Енді осындай капкейктің қағаздарына жақсылап қойып шығатын боламыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Столыңыздың сәні болатын сөзсіз. Ауызашарға қонақ шақырған кезде дайындап көрулеріңізге болады. Дәмі өте ерекше болып шығады. Балаларыңыз да сүйіп жейтін болады. Ұстаған оразаңыз қабыл болсын.